Хазіреті Хадишаның мәңгілік сапараға аттануы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа салламға ауыр. Оның өміріндегі отбасылық қиындықтарды сахабаларды сезді. Алла тағала сүйікті құлына салихалы жар таңдап берді. Ол мүміндердің анасы болған Айша анамыз еді. Айша Алла елшісінің саллаллаху алейхи уа салламның үңгірдегі досы Әбу Бәкірдің қызы. Ол исламда білімділігімен, қамқорлығымен, шыншылдығымен танылды. Алла елшісіне саллаллаху алейхи уа салламға сүйікті бола білді. Сахих хадисте келгендей, Амр ибн Ас, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уа саллам, уа Алланың елшісі, ең жақсы көретін адамың кім? Деп сұрайды. Алланың елшісі Айша деп жауап береді. Амр ал ер кісілерден ше? Дегенде пайғамбарымыздың әкесі деп айтады. Сондай-ақ пайғамбарымыз Айша анамызды Хумайра деп еркелетіп, адамдарға діндерінің жартысын осы Хумайрадан үйреніңдер деп айтқан. Ол Айша анамыз Алланың елшісін саллаллаху алейхи уа саллам ештеңеге айырбастаған емес. Пайғамбарымыз елдеріне өзі мен дүние сән салтанатының арасынан таңдау жасауды ұсынған кезде алдымен Айша анамыздан бастап, мен саған бір сөз айтамын. Әке-шешеңмен ақылдаспайынша шешім шығаруға асықпа деді де, мына аятты оқыды. Пайғамбар, әйелдеріне айт, егер сендер дүние тіршілігімен оның сән салтанатын қаласаңдар, онда келіңдер, мен сендерге біршама дүние беріп, көркем түрде босатайын. Ал егер Алланы, оның елшісін және ақырет мекенін қаласаңдар, расында Алла араларындағы игілік жасаушылар үшін ұлы сый дайындаған. Ахзаб сүресі 28-29 аяттар. Аятты естіген кезде Айша анамыз бірден, мен бұны әке-шешеммен ақылдасамын ба? Мен Алланы, оның елшісін және ақырет мекенін қалаймын, деп жауап берген.